Әйел өз құрбысын үйден қуып шықты. Себебі құрбысы кек алу үшін сүйіктісінің жиеніне күйеуге шығуға дейінгі әрекетке барды. Содан кейін өзген Шакирдің жиені Джевадқа шындықты айтып берді. Осыдан кейін Джевад ауруханаға түсіп қалды. Розали Джевадты іздеп келгенде есікті Шакирдің заңды жары Измет ашты. Ол Розалиге Джевад бәрін біліп қойған деді. Розалиге өзін жақсы көрген жігітті жоғалтқанын айтты. Бұдан да сорақсы, Измет оған: Шакир енді сені ешқашан жақсы көрмейді деді. Оны бақшаға ертіп келді. Гүлдер жерде шашылып жатыр екен. Розали не болып жатқанын түсінбей тұрғанда, Измет оның қолындағы жүзікті жұлып алды. Осы сәтте Розали толық жеңілді. Оның барлық жоспары күйреді. Сол түні кешкі ас үстінде Суат Джевадтың қайда екенін сұрады. Шакир Джевад ауруханада екенін айтты. Барлығы таңырқап отырғанда Измет Розали Джевадты тастап кеткенін айтты. Суат түсінбей қалды, неге бәрі осылай аяқталды деп сұрады. Измет Розали мұның бәрін бұрынғы ғашығын қызғандыру үшін жасағанын және соңында сол бұрынғысымен қашып кеткенін айтты. Суат сол адамның кім екенін анықтай алмадым деді. Барлығы ештеңе білмейтінін растады. Анизи Изметтің қолындағы жүзікті көріп, Розали жүзікті қайтарып кеткеніне сенімді болды. Бұл жүзікті кезінде әпкелеріне тағылған еді. Оны тек Измет қана тағуға лайық еді. Сол түні Шакир бөлмеде Изметке риза екенін айтып кешірім сұрады. Измет көңілі босап кетті. Ол Шакирдің иығына басын қойып кешіргенін әрекетімен аңғартты. Осылай олар ұзақ отырды. Ертесіне Суат әкесімен Розалиді қате байланыстырып анасын ренжітіп қойған үшін өкініш білдірді. Ол кешірім сұрады. Измет бәрін баяғыда кешіргенін айтып, жай ғана жымиды. Суат бөлмесіне барып әйелі Анизиден де кешірім сұрады. Олардың қарым-қатынасы қайтадан орнына келе бастағандай болды. Бүгін ол Анизиге сурет салып беремін деді. Ол көптен бері суретпен айналыспай кеткен еді. Суат сурет салып отырып, осы күнді сағынатынын, ешқашан аяқтамай осылай жалғаса беруін қалайтынын айтты. Ертеңіне Шакир сапарға ерте аттанатынын жариялады. Суат әкесімен бірге баруға шешім қабылдады. Бөлмесіне оралып кеше салған Анизидің суретін алып бармақ болды. Әйелін сағынғанда осы суретке қараймын деді. Бөлмеде тұрған әкесінің кітабын өзіне қайтармақ болып алып барды. Бірақ есік алдында Шакир мен Сараның әңгімесін кездейсоқ естіп қалды. Сара Розали аман кеткеніне шүкір екенін және бұл мәселені енді ешқашан қайталамау керектігін айтты. Әйелің Измет өте мейірімді жақсы адам, оны аялай біл. Енді қайталасаң әйелің бетіне қалай қарайсың деді. Әйелі Шакир үшін бәрін жасағанын, бірақ тағы сондай жағдайды көтере алмайтынын айтты. Осы сапардан оралғанда бәрі тыныш болсын деді. Шакир үндемей қалды. Суат сұрланып кетті. Ол өзінің күмәннің шындыққа айналғанына сене алмады, аңтарылып қалды. Сезімі күрделене түсті. Анизи не болды деп сұрағанда жауап беруге күйі келмей, жұмысым бар деп қайта шығып кетті. Көп ұзамай Шакир кетер алдында бәрі оны шығарып салды. Суат Анизиге суық қарап сөйлемей қойды. Әкесі оған тартпадан көзілдірігін алып келуін бұйырды. Кейін ол бөлмеге барып әкесінің көзілдірігін алу кезінде тартпадан Анизи мен әкесінің бірге түскен суретін көрді. Суат әкесіне көзілдірігін беріп жатып, Анизиге үмітсіз көзбен қарады. Анасы Суатпен қоштасып, оның бетінен соңғы рет сүйіп, өзіңе жақсы қара деді. Осылай Шакир мен Суаттың бұл сапары ұзақ сапар екенін ешкімі сезбеді. Шакир кеткен соң Джевад үйге оралды. Барлығы оны қарсы алды. Жағдай қиын болған соң ешкім көп сөйлемеді. Келесі күні Изметтің туған күні болды. Барлығы тәтті торт пен мерекелік тосын сый дайындады. Сол кезде хат келді. Измет хатты көріп қорқып кетті. Ол қолы дірілдеп хатты ашып мұқият оқи бастады. Хатта Шакирдің өз ұлы Суаттың қолынан оққа құшып қаза тапқаны туралы қаралы хабар жазылыпты. Сұмдық жайды естіген отбасы өксіп жылап, қайғыдан есеңгіреп қалды. Осылайша бір сәттік ынтық сезімнің кесірінен Шакир әулетінің бір дәуірі аяқтады. Суат ақыры адам өлтіргені үшін 14 жылға бас бостандығынан айырылды.